Нұрлы жол инфрақұрылымды дамыту 2015-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы аясында 17 жобаны жүзеге асыру қарастырылған. Оның ішінде 16 жоба көлік саласында тиесілі, бір жоба несілік тұрғын үй және үлестік салымдарды қорғау мәселесі бойынша. Осы жобалар бойынша қысқаша есеп беруге рұқсат етіңіз. Нұрлы жол бағдарламасы аясында жобаларды жүзеге асыру үшін 2016 жылы 349 миллиард теңге бөлінді. Бөлінген қаражат белгіленген мерзім бойынша игеріледі. Бірінші жоба Батыс Еуропа, Батыс Қытай жобасы. Осы жоба бойынша атқарылған жатқан жұмыстың басынан бастап 2028 шақырымда жұмыстар аяқталды. Ол Шымкент қаласынан Ресей шекарасына дейін және Тараз, Алматы учаскелерінде жол пайдалануға берілді. Алматы, Қорғас және Шымкент, Ташкент және Шымкент қаласы мен Жамбыл облысы аралығында учаскелер жөндеу жұмыстары жалғасуда. Жыл соңына дейін бұл аралықта жөндеу жұмыстары аяқталады деп жоспарлап отырмыз. Орталық оңтүстік. Осы бағыт бойынша 2013 жылдан бастап Астана Теміртау және Алматы Қапшығай учаскелерінде жөндеу жұмыстары басталды. Орталық оңтүстік жобасы бойынша 2016 жылдың бюджеті 63 миллиард теңге. Бөлінген қаражат есебінен жоғарыда көрсетілген учаскеліктерде жұмыстар жүргізуде және жыл соңына дейін толығымен осы жұмыстар аяқталады. Орталық шығыс жобасы бойынша аталған бағыты жұмыстары 2013 жылдан бері Астана Павлодар 441 шақырым және Павлодар Семей Қалбатау учаскелерінде жүргізіледі. Бүгінгі күнге дейін 218 шақырым пайдалануға берілді. Оның 47 шақырым Астана Павлодар, 171 шақырым Павлодар Семей Қалбатау учаскесі. Биылғы жылы осы жылдың соңына дейін Астана Павлодар учаскесі бойынша 220 шақырымның бір бағыты ашылады және Ертіс өзенінің үстінен салынып жатқан көпір құрылысы аяқталады деп жоспарлап отырмыз. Орталық батыс жобасы бойынша аталған бағыт бойынша қашықтығы 470 километр бейнеу-ақтау учаскесінің құрылыс жұмыстары 2013 жылы басталған, 12 жылы, 2014 жылы 200 шақырымды қозғалысы ашылды. Биыл бейнеу-ақтау учаскесі бойынша 210 шақырымда жұмыстар жалғасады. Осы жылы 100 шақырымда жұмыстар аяқталады деп жоспарлап отырмыз. Сонымен бірге Ақтөбе Атырау учаскесінің 26 шақырымында құрылыс жұмыстары биыл басталды. Алматы Өскемен жолдары құрылыс жұмыстары қашықтығы 145 шақырым болатын Қапшығай Талдықорған учаскесінде жүріп жатыр. 53 шақырым пайдалануға берілді. Биыл бөлінген қаражат есебінен құрылыс жұмыстары қалған 88 шақырымда жалғасады. Оның 64 шақырымы жыл соңына дейін аяқталады. Астана Петропавл Ресей Федерация шекарасы автожол бойынша. Құрылыс жұмыстары Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Көкшетау Петропавл учаскелерінде жүріп жатыр. Жыл соңына дейін Астана Петропавл дейінгі жолдың жұмыстары аяқталып, қозғалыс толығымен ашылады. Петропавл Ресей шекарасы учаскесі ол 68 шақырым қайта жаңғырту жұмыстары келесі 2017 жылға жоспарлап отырмыз. Жоба толығымен 2020 жылы аяқталады. Орал Тасқала участығы 100 шақырымда құрылыс жұмыстары жалғасуда. Жыл соңына дейін Оралдан әрі қарай 27 шақырым жолда қозғалыс ашамыз. Жоба толығымен 2018 жылы аяқталады. Жетібай Жаңаөзен, Үшарал Достық және Астана қаласының оңтүстік батыс айналма жолы жобалары займ есебінен жүзеге асырылады. Бұл жобаларды бастау 2017 жылға жоспарланып отыр. Уважаемый Бахчан Абдирович, также в рамках программы «Нурлы жол» реализуется проект строительства нового терминала и реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта города Астаны. Проект реализуется второй год. Мы планируем, что в марте следующего года мы завершим реализацию проекта. Стоимость проекта 60 миллиардов тенге. В текущем году из Нацфонда выделено средства в размере 10 миллиардов, которые в полном объеме освоены. И последний проект, который курирует министерство, это
долевое жилищное строительство. Так, согласно программе Нурлы-Жол на 2015-2019 годы планируется создать специализированную организацию на базе Казахстанского фонда гарантирования ипотечных кредитов, которая будет предъявлять квалификационные требования к участникам долевого строительства по финансовой устойчивости, наличию опыта, осуществлять контроль за целевым использованием денег дольщиков через инжиниринговые компании. Для этого 7 апреля 2016 года был принят закон Республики Казахстан о долевом участии в жилищном строительстве, в котором в компетенцию правительства отнесено определение фонда гарантированного жилищного строительства. Для этих целей 31 августа Министерством выделенные средства в размере 10 миллиардов тенге были полностью освоены и перечислены в Байтереку с последующим увеличением уставного капитала КФГИК. По проектам Боржахты-Ерсай, Алматы-Шу и строительство сухого порта СЭС-Харгос Восточные ворота будет докладываться Самұрық-Қазына. Уважаемый Бахытжан Абдирович, хотел бы заверить, что все запланированные проекты в рамках Нурлы-Жол реализуются своевременно и выделенные средства осваиваются в полном объеме.